Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз песочный рогалики жасайтын боламыз. Тек қана 3 ингредиенттен жасалынады. Алдымен песочный рогаликидің қамырын үйлейтін боламыз. Комнатный температурада сары май мен ұнды жақсылап араластырып, қамыр қылып илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ және де иілгіш. Оны екіге бөлеміз, шыққан массаны. Екіге бөліп, жеке-жеке 4 бұрыш етіп жайып, рогаликиларды жасайтын боламыз.